Сәлем достар, сіздермен бірге Арафат. Бүгін біз байланыс құралдарының пайда болу тарихы туралы айтатын боламыз. Яғни жаңа тақырып басталады, байланыс құралдары деген. Кеттік. Бұрынғы уақыттан бері адамдар алыс қашықтықта хабар жіберу тәсілдерін іздеген. Ертедегі адамдар тайпалас адамдарға төнген қауіп туралы немесе аңға шығуға шақырғанда дауыстап белгі берген. Бірақ екі тайпаның ара қашықтығы алыс болғанда дауыс күші жетпегендіктен адамдар отты, шамшырақты, гонгты қолданған. Мысалға, қоңыраудың жиі соққысы бір оқиғаның болатыны туралы хабарлаған. Ал Африкада дабылды тамамен соққан. Телеграфты қазіргі уақытта да қолданады, өйткені ол жіберетін хабарламаның толық құпиялығын қамтамасыз етеді. 1793 жылы француз Клод Шап телеграф деген сөзді енгізді. Ол семафор жүйесіне ұқсас мұнараға орнатылған құрылғыны атады. Ал тұман болғанда не істеу керек? 1836 жылы Самуэль Морзе жаңа телеграф аппаратын және кодын ойлап шығарды. Әр біріктірілген әріпке нүктелер мен сызықша сәйкес келді. Бір кодты қазіргі уақытқа дейін қолданды. Оны Морзе әліппесі деп атады. Біз бірінші ежелгі адамдар қалай хабарлама жіберіп отқан білдік. Ал енді 1793 жыл мен 1836 жылы қалай хабарлама жіберген білдік. Енді 1887-1895 жылдың басында қалай адамдар әртүрлі нәрселерді білгенін айтамыз. Радио екенін енді біліп тұрған шығарсыздар. Енді соның тарихы туралы айтайық. 1887 жылы неміс физигі Генрих Герц көзге көрінбейтін электромагнитті толқынды ашты. Бірақ та оларды ұстау үшін қағаздан жасалған батпырауықтың көмегімен көтерілетін биік антенналар қажет болды. Батпырауықтың көмегімен көтеріледі. Қызық екен достар. 1895 жылдың 7 мамырында Петербургта өткен орыс физика-химиялық ұйымының отырысында Александр Степанович Попов әлемде ең алғашқы радиоқабылдағыштың қызметін көрсетті. Бірақ патша үкіметі маңызды зерттеуге қажетті қаражат бөлуге асықпады. Ал итальяндық өнертапқыш Гульме Маркониде жұмыс істеу үшін барлық жағдай жасалды. Ол сол кезде үшін күшті радиостанция құрады және Еуропадан Америкаға радио арқылы белгілер жіберді. Ол ондаған жылдар бойы біздің өмірімізге де келіп жетті. Есте сақтап алу керек. Алғашқы радиоқабылдағыштар батареямен жұмыс істейтін болған. Олар өте қымбат және қолдануда күрделі болған. Өкінішті. Хабарлап тұрған Мәскеу. Мәскеуде радиохабар 1920 жылдарда басталды. Ол кезде Шабыловка көшесінде радиостанция және биік Шухов дарасы құрылды. Көшелерде ресейлік телеграфтық агенттігінің хабарлап айтатын репродукторлары пайда болды. 1922 жылы Мәскеуден алғашқы сөйлесу бағдарламалары өтіп, үлкен театр әртістерінің алғашқы радиоконцерттері берілді. Радиокоммуникацияның негізгі бұқаралық ақпарат құралы болды. Әркім бұны білу керек. Естеріңізде сақтаңыздар бұл ақпаратты. Біз бұл ақпаратта өте қызықты болды деп ойлаймыз.
Егер каналға жазылдар, лайк басыңдар, комментарий жазыңдар. Және кеше ғана қойған сұрақтарға да өтіп жауап беріп қойдыңыздар. Мен өзім айтпақшы, келесі жұмада тексеретін боламын. Сау болыңыздар.